Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге қарапайым тәсілмен әрі өте дәмді болып шығатын халвалар дайындайтын боламыз. Бұл халваны жақындарыңызға, балаларыңызға және отбасыларыңызға шаймен ұсынуға арналған өте дәмді халва болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дәл осы қоңырау және лайк батырмасын басып қойсаңыздар, менің жаңа видеоларым сіздерге ашылып отыратын болады. Ендеше бастаймыз. Қазанымызға не болмаса кастрюлемізге 300 грамм құм шекерімізді саламыз, және де 250 грамм салқын су құятын боламыз үстінен, және де 1 шай қасық лимон шырынын қосып жібереміз. Егер де лимон болмайтын болса, лимон кислота қосып жіберсеңіздер болады. Бір араластырып жіберіп, отқа қойып қайнататын боламыз. Кастрюлемізді газге қойғаннан соң тоқтатпай араластырып тұрамыз, және де бір қайнап шыққаннан соң 8 минуттай қайнатсаңыздар жеткілікті. 8-10 минутта дайын болады. Бөлек ыдысымызға сары майымызды салып алатын боламыз. Үстінен қайнап шыққан сиробымызды құйып алатын боламыз. Ыстықтай құямыз. Сол кезде сары майымыз біркелкі еріп алатын болады. Сиропты аса қатты көп қайнатып жібермеңіздер. Көрсетілген уақытта қайнатыңыздар, яғни 8-10 минутта қайнатсаңыздар жеткілікті. Сары майымыз біркелкі ерігенше жақсылап тұрып, ыстық сиробымызды араластырып еретіп аламыз. Сары майымыз біркелкі еріп алды. Ендеше үстінен құрғақ сүтімізді саламыз. Сүт менде фрима деп аталатын құрғақ сүт, және де оның мөлшері 200 граммдай. Ыстық күйінде дәл осылай сары майымыз ерігеннен соң салып, жақсылап араластырып аламыз. 200 грамм құрғақ сүтті мен бірден салып жіберген жоқпын. Аз-аздан салып, араластырып отырып жасадым. Бірден салып жіберетін болсаңыздар, сүтіміз кішкене түйіршік болып қалуы мүмкін. Сол себепті аз-аздан салып, біркелкі араластырып отыратын боламыз. Қалауларыңызға қарай ванилин қосып жіберсеңіздер де болады. Себебі ванилинмен дәмі өте дәмді, тәттілердің есін беретін болады. Қалауларыңызға қарай, әрине мен ешқандай да ванилин қосқан жоқпын, себебі сүттің де өзінің өте әдемі иісі бар. Алғашқыда лопаткамен араластырып көрдім. Кішкене ыңғайсыз болғандықтан дәл осылай венчиктің көмегімен араластырып шықтым. Венчикпен өте ыңғайлы, барлығын жақсылап, осылай сүттің барлығын салып болдым. Осылай қою қалыпқа келгеннен соң енді формаға салып алатын боламыз. Мен пирогтарға арналған форманың астынан фольганы жақсылап бекітіп шықтым барлық жеріне. Үстінен дәл осылай халвамызды сұйық қалпында салып алдым. Қалауларыңызға қарай басқа да асты оңай шешілетін пирогтың не болмаса басқа да формалар болса, қалаған форманы қолданып жасауларыңызға болады. Ең маңыздысы, алатын кезде, халваларымызды формадан шешетін кезде кішкене ыңғайлы болуы қажет. Ендеше дәл осылай салып алғаннан соң барлық жеріне біркелкі лопатканың көмегімен жайып шығатын боламыз. Халвамызды 1-2 минут формада тиіспей қойып қоятын болсаңыздар, беті дәл осылай теп-тегіс болып қалатын болады. Ендеше қалаған өздеріңіз ұнатқан жаңғақтарды, кептірілген жемістерді бетіне теріп шығуларыңызға болады. Қалаған түрдегі кешью не болмаса фисташкалар қолданып жасауларыңызға болады. Мен асқабақтың дәнінде қосып жасадым. Біздің отбасымызбен балалар өте қатты жақсы көріп сүйіп жейтін болғандықтан көп тәттілерге мен балаларға қосып жасап беремін. Дәл осы халвамызға да қосып жібердім. Ол өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздерге де кеңес беремін. Дәмді әрі пайдалы болады. Кептірілген малина не болмаса кептірілген клубниканың ұсақталған түрлерін қосып жіберсеңіздер де өте дәмді әрі көрінісі өте табиғи ташарлықтай болады. Ендеше біздің халвамыздың бетіне барлық дәндерімізді сеуіп шыққаннан соң қолыңызбен кішкене батырып жіберсеңіздер де болады. Қалауларыңызға қарай әрине жартылай араластырып жіберсеңіздер де болады. Содан соң біздің халвамыз дайын күйінде морозильникке 1 сағатқа қойып алатын боламыз. Морозильникте тұрғаннан соң біздің халвамыз өзінің формасын өте жақсы ұстайды, әрі кесілген кезде өте әдемі кесілетін болады. 1 сағаттан соң мен сіздерге алып кесіп көрсеттім. Көріп тұрғандарыңыздай қазір формасынан шешіп алатын боламыз. Мен бастапқыда пирогтың формасына жасаймын деп ойлағанмын, бірақ та менде пирогтың формасы өте кіші болғандықтан, көлемі аз болып қалатын болғандықтан, дәл осылай фольганы формаға жабыстырып жасаған болатынмын. Алатын кезде, яғни халвадан шешіп алатын кезде аздап осылай жабысып қалды, бірақ та барлығын оңай алып тастадым. Аса қатты қиын болған жоқ. Қалауларыңызға қарай жақсы алынатын силиконды формаларға жасасаңыздар да болады.
Біздің халуамыз салқын мұздап тұрғандықтан оңай алынып кетіп жатыр. Әрине силиконды формаға жасайтын болсаңыздар бірден оңай алынатын болады. Халуамызды толықтай формадан шешіп алдық. Ендеше өз қалауларыңызға қарай қалаған көлемде, қалаған мөлшерде кесіп алуларыңызға болады. Біздің халуамыз морозильниктен алынғандықтан өте қатты мұздап тұр. Сол себепті кесуге кішкене ыңғайсыз болды. Бірақ та аса қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі кесіп алып дастарханға ұсынғаннан соң біздің халуаларымыз бөлме температурасында өте жұмсақ халге келетін болады. Мінекей біздің халуаларымыз дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.